Сәлем достар, бүгін сәтсебел дайындайтын боламыз. Бұл Грузия халқының тұздығы болып табылады, қызанақпен дәмдеуіштерден дайындалатын болады. Дәмі ерекше болып шығатын бұл тұздықты менімен бірге дайындап көріңіздер. Әрі видеоның соңына дейін қарап арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қызанақтың сыртындағы қабығын аршып алуымыз керек. Ол үшін астыңғы бөлігін аздап кесіп аламыз. Барлығын осылай кесіп алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, 1-2 минутқа қалдырамыз. Ыстық суды төгіп, қайтадан салқын су құямыз. Сол кезде қабығы жақсы ашылады. Бұл жерде 1,5 килограмм қызанақ бар. Мен 3 килограмм қызанақтан жасайтын боламын. Яғни 2-ге бөліп қабығын тазартатын боламын. Барлығын осылай қабығынан тазартып аламыз. Енді блендердің көмегімен немесе ет тартқышпен езіп алуымыз керек. Барлық қызанақты езіп болған соң ыдысқа құйып 2 сағатқа тындырып қоямыз. Сол кезде бетіне шыққан артық суын төгіп тастаймыз. Мен 2 сағаттан соң суын құйып алдым. Енді оны отқа қойып 10 минут қайнатамыз. Қызанақтың бойындағы суын құйып алғаннан соң, яғни су аз болғандықтан көп қайнатпаймыз. Сол арада тұздыққа қосатын дәмдеуіштерді дайындап қоямыз. Дәмдеуіштердің мөлшерін, яғни рецепттің барлық мөлшері мен құрамын сипаттама бөлімінен таба аласыздар. Сол жаққа жазып қоятын боламын. Келесі кезек сарымсақты сақтауымыз қажет. Ол үшін қызанақтың суын аз мөлшерде құйып алып, үстіне сарымсақты және ащы бұрышты салып езіп алуымыз керек. Ащы бұрышты қосу өз қалауларыңызға байланысты. Мен орташасынан 2 дана қостым. Тағы айтып кетейін, ащы бұрышты ұнатпайтын болсаңыз қоспауға болады. Енді езілген массаны қайнап жатқан қызанақтың үстіне құйып араластырып, тағы 5 минутқа қайнатамыз. Одан кейін тұз бен қантты салып араластырамыз. Артынша дәмдеуіштерді саламыз. Кориандр және хмели суннели, райхан дәмдеуіші, розмарин және орегано дәмдеуіштерді салып жақсылап араластырамыз. Осы жерде айтып кетейін, бұл дәмдеуіштерді қаласаңыз қоспауға да болады. Ең соңында 6% алма сірке суынан 1 ас қасық құйып 1-2 минут қайнатамыз. Банкаларымызды осылай буға қойып стериллеп аламыз. Қақпағымызды да осылай қайнатамыз. Осымен біздің сәтсебелеміз дайын болды. Астындағы отын сөндіреміз. Енді бірден банкаларға ыстықтай құйып, қақпағын жабамыз.
Банкаларды төңкеріп, бетін қалың сүлгімен немесе матамен жауып, суыған соң салқын жерге қоямыз. Ал достар, осымен видео рецептіміз өз мәресіне жетті. Ұнап жатса дайындап көріңіздер. Арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта тағы қандай видео рецепт көргілеріңіз келеді, пікірге жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.